Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай дайындалуына небәрі 5 минут уақыт кететін, өте жұмсақ әрі дәмді пирог дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Барлық керекті заттарды описанияға жазып кеттім. Міндетті түрде көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен 3 жұмыртқаны таза ыдысымызға жарып аламыз. Жұмыртқамыз бөлме температурасында болғаны жөн. Және де жұмыртқамыздың үстіне қант себеміз. Және де осы жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен араластырып аламыз. Ең бірінші осылай миксерімізді қоспай, жұмыртқа мен қантты біріктіріп аламыз. Кейін осылай жақсылап жұмыртқамыз көпіргенше, ағарғанша араластырамыз. Небәрі жұмыртқамыз үлкен көтерілген болады, соғырлы біздің пирогымыз жақсы көтеріледі. Осылай араластырғаннан кейін бөлме температурасындағы айранды немесе қаймақты саламыз. Және де үстіне шым-шым тұз, және де алдын ала ерітілген сары майды қосамыз. Сары майымыз суық болуы керек. Және де тағы бір рет миксермен бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Ал енді осыған сәл жарты шай қасық ас содасы мен бір қасықтай ас қопсытқышты қосамыз. Ас содасын қосқан себебіміз біздің қамырға айран қосылған, сондықтан ас содасын міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Енді електен өткізілген ұнды саламыз, және де ең басында миксерді қоспай тұрып біріктіріп аламыз. Ұнымыз жан-жаққа шашырамау үшін осылай біріктіргеннен кейін миксерімізді аз ғана оборотқа қосып араластырамыз. Бізде бір келкі масса шығуы керек. Бізде осындай бір келкі масса шықты. Енді бетіне мен консервіленген ананас қостым. Сіздер ананастан бөлек басқа да жеміс-жидек қоссаңыздар да болады. Мысалға алманы осылай ұсақтап турап, немесе кез келген өзіңіз ұнататын, немесе мүлдем қоспауға да болады. Осылай қосып жеміс-жидегімізді венчиктің көмегімен бір араластырып шығамыз. Ал енді формамыз дайындаймыз. Мен осындай формада істейтін болдым. Үстіне пергамент қағазын төсеп, оның үстіне дайындаған қамырымызды құямыз. Және де қызып тұрған пешке 180 немесе 200 градусқа негізі 40-45 минуттай піседі. Бірақ менің пешімде 50 минуттай пісті. Менің пешім әсел пеші. Яғни сіздің піскенін өз пешіңізге қарай қадағалаңыздар. Біреудікі тез пісіріп қалуы мүмкін, біреудікі баяу пісіруі мүмкін, соған байланысты. Біздің бәлішіміз піскенде пештің сыртын бірден ашпаңыздар, сәл суын күтіңіздер, сонда біздің пирогымыз қатты басылып кетпейді. Міне, біздің пирогымыз дайын болғанын осылай ағаштың көмегімен білуге болады. Енді ақырындап
формамыздан алып, толықтай суығанша күтеміз. Біз бұнда бірден жеуге кірістік, суыған күтпей. Бұл пирогтың бір ерекшелігі ыстық күйінде де, салқын күйінде де дәмі өте керемет болып шығады. Осылай әдемілеп тураймыз. Бетін бұдан да әсемдеу үшін қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Міне осылай турап, тәтті шаймен ішеміз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда жұмсақ әп-әдемі болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай әрі тез дайындалады. Баршаларыңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.